Армысыз қазақ елі. Бүгін біз қазақ халқының қаза ғұрыптарының бірі сүйекке кіру дәстүрі туралы айтатын боламыз. Арнамызға тіркеліп, өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сүйекке кіру деп қайтыс болған кісіні ақ жауып арулауды айтады. Бұған сүйекті жуудың жөнін білетін әруақтың өзі қатарлы адамдары кіреді. Сүйегіне кіретін адамдарды марқұмның өзі де айтып кетуі мүмкін. Бұған шариғат заңы бойынша әр рудан, атадан, ата ұлынан 5 немесе 7 кісі түседі. Олардың міндеті әруақты жуып, ақ сапарға тазалап дайындау. Бұдан кейін марқұм әйел адам болса 5 қабат, ал ер адам болса 3 қабат ақ матаға ақыретке оралады. Достар, қазақ халқының тағы да салт дәстүрлерін білгілеріңіз келсе, арнамызды қолдап, тіркеле отырыңыздар, өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар. Доброго времени суток, наши дорогие слушатели! Сегодня мы будем говорить об обряде казахского народа сүйекке кіру, обмывание покойника. Ритуал обмывания совершают люди одного спокойного возраста или старше. Умирающий может сам определить, кто его будет обмывать после смерти. По законам шариата этот процесс выполняют 5-7 человек из разных родов. Покойную женщину заворачивают в саван 5-кратно, а мужчину 3-кратно. Если хотите знать еще больше традиций и обрядов казахского народа, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорой встречи!